Қайырлы күн, достар. Біз жазушы Айзат Рақыштың шәкірттеріміз. Біз бүгін жанарынан танышы атты кітабынан үзінді айтатын боламыз. Достар, біз кітап құма достарымыз бірге жиналып отырмыз. Менің досым Қырбасбай Жасұлан, сыныптасым Шажатхан Карахани және құрбым Сарипова Динара, ал мен Нұржыма Жанел. Мәнерлеп оқуды мен бастайын. Менің повестім ақ арман алдамайды. Ертіс өңіріне күз келгелі қашан? Тіпті тамыз айының өзінде жайдары жаздың тентектігімен жылдам қамшып, орнына жайғасып үлгерген шығыс күзі табиғаттың барлық болмыс бедерін қалдырып, патшалық құрып тұр. Қайда жер салып қарасаңыз да, күз патшасының өзіндік өрнегін байқайсыз. Тоғайлар алтын түстес жапырақтардың алқа тағысып, алдағы қыстың қаһарына түк хабарсыз күбірлесіп тұр. Жалғастырайын. Мен Өлгендер қайтып келеді әңгімесінен бір үзіндіні айтып берейін. Жердің үстіндегі өмір нұрын, тіпті бүкіл тірі жан атауын тыныстан ада етемін деп, түнекті орана жеткен бұл жойқын тажал ауыл іргесіндегі су қоймасынан шыққан еді. Су қоймасына адам қолымен қамалған ажал аштақасы бүгін ауыздығын сыпырып тастап, еркіндікке еліре шықты. Қоймадан биік толқын болып атыла шығып, арындап ауыл шетіне ілінді. Ата дұшпанын алқымнан алғандай болып жайпай жетті. Жолындағы көкшөпті де аяп жатпады. Тапап өтіп, азан-қазан шуға толған ауыл ішін кесіп кетті. Қыбырлаған құмырсқа да су долысынан құтыла алмады. Қашып құтылуға қауқары қалмаған ауыл адамдарын күркіреп күліп, мазақ еткендей, қарсы тұрар қайсың бар деп, жолындаған жайпай жөней берді. Үйінен қашып шығып бір жас ана қолындағы нәрестесін өлімнен аман алмақ болған анантта толқын түйреп кетті. Мен жалғастырайын. Балалықтың соңғы күзі атты повестінен үзінді. Мен азғын араққа қарсы тұрып, барымды сақтап, болашағымды баптап бағамын. Араға қарсы амал табамын. Арман ел алдында серт беріп тұрғандай тым кесімді сөйледі. Кенет Арман қызын жүзін өзіне қаратып: «Есіме түсті, еділ бол да жайық бол деп айтқан Асан қайғы екен ғой», деп тұйықтан шығар шешім тапқандай қуана дауыстады. Тура қазір есіне түскені қызық болды ғой. Арман Перизат досының өткендегі ұмытшақтығын есесін қайтарғанына күліп жіберді. Ағыл тегі жылап тұрып, мәз-мәйрам күле білу тек баланың ғана қолынан келетін шығар. Жүрегің күйік өртеп жатса да, кеші қамкөңіл боп батса да, таңы аждаһа боп атса да, езуінен шынайы риясыз күлкі тұратын екеуінен ғана келетін шығар. Бірақ қос мұңлы өмір атты майданның алғы шебіне өздері де аңғармастан аттанып бара жатқан еді. Мен мәнерлеп оқуды жалғастырайын. Мен ақ арман алдамайды повестінен үзінді айтатын боламын. Ол мекен өлілер мекеніне әке бетіне келе жатты. Жол бойы әкесімен бірге өткізген бала көңілінде жатталып қалған бақытты шақтарды елестетумен болды. Ботам деп құшағына алғанда, жаһандағы жамандық өзіне атау алмастай сезінетін. Ұлға берексіз қызым бол деп басталатын әке өсиетінің әр сөзінен санасында жаңғыртты. Елестерге жан біткен сонша, жанда жайрап алып, еркелете күлімдеп, әкесі жатқандай сырлық сезімге бой алдырды. Әкесінің адымына ілесе алмай, ақыры жүгіре жөнелетін ерке қылығы есіне түсті. Қамсыз кездегі қарекетін қайталамақ болып, қадымын қаршытай басты. Көктемгі жауын суынан ертеліп жатқан жолдың батпағы аяғына тұсау болып сүрініп жығылды. Әлдекімге ерегіскендей жылдамдырып, қолын құстың қанатынша жайып жіберіп, айғай салды. «Ей дала! О мүгілген тыныштық! Естимісіңдер мені? Мен батыр әкемнің қызымын. Өмірде шығылсам, мүлк етіп сүрінсем, қайта тұрып жүгіруге дәрменім жетеді. Өйткені мен әкемнің рухынан күш аламын». Ал балақайлар, кітапты көп оқиық. Кітаппен дос болайық. Кітап өмір, кітап білім бұлағы. Біз кітаппен көп жұмыс жасауымыз керек. Сау болыңыздар.